Летят года, за ними не угнаться, спешат часы, сменяя день за днем. Но знаю, не устану удивляться тем временем, что осенью зовем. Все в нем высоко, мудро и прекрасно, и золото листвы, и небо чистота. В нем мудрость зрелых лет окликнет вдруг внезапно в лукавых зеркалах светлее седина. Октябрь, дождливый месяц в ожидании снега, итог труда, любви, веселых летних дней. В знак преклонения пред жизнью человека нам дарит праздник пожилых людей. Тепло ладошки детской – вот награда. Вам искренне мы повторяем вновь. Нет рифмы «осень, старость». И не надо, есть жизнь, надежда, вера и любовь. Сегодня в каждом уголке планеты почтят вниманием пожилых людей. Кто позвонит, кто передаст приветы, заедет погостить на пару дней. Быть пожилым не значит быть отжившим. Недюжинного опыта багаж отводит вам особенную нишу, где мудрость на вес золота и стаж, где ценится умение, здоровье и любящая дружная семья. Желаем вам гармонии и мира. Пусть дарят близкие и радость, и тепло, и жизнь течет не скучно, не уныло, а на душе по-летнему светло. Халқымыздың ерекшеліктерінің бірі үлкенді сыйлау, оларға құрмет көрсету, сөздеріне құлақ асу. Қазақ қарты жасына сай, аузы дуалы, сөзі берекелі, терең ойлы, телегей теңіз болып келеді. Осындай қарттар мерекесі жылына бір рет 1 қазан күні болады. Мерекелеріңіз құтты болсын, құрметті қарттарымыз. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Как хорошо, что есть такой праздник, День мудрых и зрелых людей. Мы чествуем вас, наши дорогие. Будьте здоровы! Қазақтар төріңнен қарт кетпесін деп тілеген халық. Жасы үлкенге құрмет көрсету, қарттың бүгілген беліне сүйеу болу біздің ата дәстүріміз. Этот праздник из официальной даты давно перешел в добрую традицию проявления заботы и уважения к старшему поколению. Ел мүддесін бәрінен биік қоятын, өзінен кейінгі ізіне ерген інілеріне, зеттігін аямайтын, ізінен ерген ұрпағына ұлылығын ұялтып, бір қауымға бас, көз бала білген қарттарымыздың орны ерекше. С детства мы впитали от вас народные традиции и мудрость, основы культуры к родной земле или прекрасной жизни. Қазақ ғұрпындағы ата-ананың алған ерекше биік орны, қадір қасиеті мол. Ананың ақ сүтін ақтау, әкенің адал күшін ақтау, өз болашағыңды сақтау. Восточная мудрость гласит, чтобы познать новое, нужно ценить и помнить прошлое. 1 октября – это прекрасная возможность еще раз выразить вам слова благодарности и пожелать вам крепкого здоровья, счастливой и мирной жизни. Сіздер жас ұрпаққа әрқашан төзімділіктің, даналықтың үлгісі болып келесіздер. Жүздеріңіз күндей күлімдеп,
жүректеріңіз жаздай жайнасын. Жанарларыңыздан әрдайым нұр себелеп, жандарыңыз шаттыққа кенелсін демекпіз. Сіздерге баянды бақыт, мәнді өмір, зор денсаулық пен амандық тілейміз. Жақындарыңыздың сүйіспеншілігі мен мақтаныш сезіміне ие болып жүре беріңіздер. Будьте счастливы, дорогие! Вы нам нужны. Оставайтесь с нами как можно дольше. Мы любим вас. Осындай ақылды дана кісілерге арналған мереке құтты болсын. Әрқашанда ауырмаңыздар, аман болыңыздар.